Нұрила ныспылы домалақана. Бір күні мақтым ағзам софы түс көріпті. Түсінде Қожа Ахмет Яссауи бабасы аян беріпті. Жалғыз немере қызыңа әулиелік дарып бақ қонады. Оның білегінен кім ұстаса сол адамға некесін қиып қос, үбірлі-шүбірлі бақытты болады депті. Ояна келсе түс екен. Я Құдайым, осы түсімді пайғамбар жорып Нұрила қызымды бақытты қыла көр, әумин деп бата қылыпты. Бұл кезде Нұрила 8 жаста екен. Мешітте дәріс оқып жүреді. Жылдар өтеді. Нұриланың жасы 14-ке толғанда мынадай оқиға болады. Бір күні Нұрила қыз құдықтан су алуға барады. Ол кезде суды түйемойнақ қауғамен тартатын. Нұрила шығырды ағытып қауғаны құдыққа түсіреді. Шығырдың тұтқасын шиқылдатып айналдырып, су тола түйемойнақты өзіне қарай тарта бергенде, шығыр ағытылып кетіп, қыз суға қауға-мауғасымен қоса терең құдықтың ішіне күмп етеді. Оны сол маңайда ойнап жүрген балалар сыртынан байқап қалып, дереу ауылға хабарлайды. Елден бұрын Бәйдібек жүгіріп келіп, құдықтың түбіне еңкейіп қараса, қыз қауғадан ұстаған күйі су бетінде қалқып тұр екен. Нұрила қауғадан мықтап ұста, мен тартып шығарайын деп айқайлайды да шығырды бұрайды. Қыз құдық аузына жеткенде Бәйдібек оның білегінен ұстап тартып шығарып алады. Құдықтың мұздай суына тоңып, дірдектеп тұрған қызды ол шапанына орап, балаша көтеріп алады да атасының үйіне апарады. Зухра әжесі жік-жапар болып ыстық сүт беріп, немересінің асты-үстісіне түседі. Ертеңіне Түркістаннан мақтым атасы оралады. Болған оқиғаны естіген соң, құдықтан оны қалай шығарып алғанын нақтыламақ оймен, «Шырағым, құдықтан сені Бәйдібек батыр қайтып алып шықты?» деп сұрайды ол немересін шақырып алып. Ол маған қауғадан мықтап ұста деді. Мен ұстадым. Содан соң құдықтың аузына жақындай бергенімде білегімнен ұстап шығарып алды. Сөйтіп өзінің шапанына орап үйге алып келді. Ендеше балам, сені сол батырға ұзатамыз. Өзіңе айтып едім ғой, мен түс көргенім деп. Түсімде Қожа Ахмет бабам немереңнің білегінен кім ұстаса, соған бер, балалы шағалы бақытты болады деп аян берген болатын. Соның мезгілі жеткен тәрізді. Я балам, бағың жансын деп мақтым атасы немересінің маңдайынан сүйеді. Сол әулие баба аян бергендей келесі жылы Нұрила қыз Бәйдібек биге 3-ші әйелі болып тұрмысқа шығады. Ата салтымен үлкен той жасалады. Той бірнеше күнге созылады. Нұрила әуелі Бәйдібек бидің үлкен әйелі Сары бәйбішенің қолына түседі. Өзі адуын тік мінезді Сары бәйбіше алғашқы кезде жас келінге оған-бұған жұмсап, ынтымақ сақтап жүреді де, кейін түрткілеп күндей бастайды. Бірде Бәйдібек бір жұмыстарымен Ташкентке жол жүріп кетеді. Ол кеткен күннің ертеңіне Сары бәйбіше жас келіншекті отынға жұмсайды. Қарулы Нұрила бір артқа отынды көрші отыратын мүсәпір кемпірдің үйіне апарып тастайды да, қайта барып екінші артқа отынды бәйбішенің үйіне әкеле жатса, Сары бәйбіше барыпты да оны қамшымен сабай беріпті. Сондағысы бір арқа отынды неге ана үйге апарасың деп кінәлапты. Жас келіннің көйлегі жыртылып, басы жарылып қалады. Керегеннің көзінен қарап тұрған Зәріп дереу жүгіріп барып екеуін ажыратады. Нұриланы отауына әкеліп, өз көйлегін кигізеді. Қанын жерге тамызбай сүртіп алады. Ташкенттен оралған Бәйдібек бұл жанжалды естиді де, ертеңіне Нұрилаға жеке отау тігіп, бөлек ауыл етіп отырғызады. Айлар өтеді. Бәйдібек пен Нұриланың отауы табиғаты көркем жерде, бір мөлдір бұлақтың басында орналасқан болатын. Сол құтты қоныста айы күніне жеткен Нұрила ұл табады. Ұлының атын Тілеуберді қояды. Ағайын туыс абысын ажындар құтты болсынға жиналып шілдехана өткізеді. Той тарқаған соң ел үйді-үйіне тарайды. Бір күні Бәйдібек би Ақсақ Темірдің шақыруымен тағы да Ташкентке жол жүріп кетеді. Осындай оңаша кезді пайдаланып, Сары бәйбіше қасына ешкімді ертпей жалғыз өзі Нұриланың үйіне барады. Оның бұл келісі жай-жайдан болмай шықты. Күндестік қастандығын әлі ішіне бүгіп жүр екен. Бар, сен малыңды жайғап кел, балаға мен қарай тұрайын, дейді ол. Нұрила ене сөзін екі етпей сыртқа шығып кетеді. Қойшы жылқыларымен бірге малды қора-қопсыға жайғастырып үйіне келсе, бесіктегі бала шырқырап жылап жатады.
Сары бәйбіше Нұрилаға: «Балаң жылауық екен, осындай шала жансар бала туасың ба найсап? Бұл біздің отағасыдан емес, қойшы қолаңнан ғой шамасы», дейді де долданып үйіне қайтып кетеді. Нұрила нәрестені бесіктен шешіп емізгелі алдына ала бергенде еңбегінің ойылып қалғанын көреді. Ол дереу Жантас деген аға жылқышыны шақырады. Жантастың тәуіпшілігі бар екен. Ол нәрестені ары-бері қарап: «Баланың бас сүйегі жарақаттанған, жерге құлатып алдың ба, әлде үйге бөтен біреу болып еді?» деп сұрайды. Нұрила: «Үйде үлкен енем қалып еді», дейді. «Әй, қақпас сәлім», дейді Жантас. «Мынау соның бармағының ізі ғой, жас нәрестенің басын бармағымен мыжып жіберіпті. Мен дереу оташы алып келейін». Жантас Шаян мешітінде тұратын оташыны алып қайтып келеді. Оташы: «Нәрестенің бас сүйегі опырылып кетіпті, әйтеуір миы аман екен, дереу құрбаққа тауып әкеліңдер», дейді. Жылқышылар 3-4 құрбақа ұстап әкеледі. Шебер оташы нәрестенің опырылып кеткен сүйек жаңқаларын еппен алып тастап, құрбақаның терісін жапсырып, оны жаңа сойған тайдың емшегімен орап таңып тастайды. Бірер айда жас сүйектер бірімен бірі қабысып жазылып кетеді. Содан Тілеуберді баланың аты жарықшақ аталып кете барады. Бұл масқара қастандықтың арты біраз сөз болып, Бәйдібек би сары бәйбішесін төркініне апарып тастамақ болады. Бәйбіше Нұрила күндесіне барып: «Кешір мені», деп жалынады. Сонда ақылды, сабырлы, қайырымды Нұрила кек қумай: «Бір жолға кештім», деп сөйтіп ел аяғы тынышталыпты.